Саламатсыздар ма балалар? Бүгүнкү өтөтүн сабагыбыз биринчи сабак эки таңбалуу сандардын курулуу ондуктар менен саноо. Сен эки таңбалуу сандар калай курулатынын үйрөнөсүң. Үйрөнөтүн жаңа сөзүбүз эки таңбалуу сандар. Разряд. Биринчи эсеп. Натурал сандар дегенибиз эмне? Биринчи сыныпта алган билимиңди эсиңе түзүр. Натурал сандар дегенибиз 1-9 сандардын арасындагы сандарды натурал сандар дейбиз. Бул жерде эскере кететін жагдайыбыз 0 саны натурал санга жатпайды. Экинчи эсепте шаршыларды сана. Эгер бир шашны бир бирлик деп кабылдасак, онда нече бирлик бар? Санап көрөбүз. 2, 4, 6, 8, 10. Демек 10 бирлик. 10 бирлигimiz бул бир ондук деген сөз. Яғни 10 шаршы бар екен. Bir biрлигimiz 1, 2 biрлигimiz 2, 3 biрлигimiz 3, 4 biрлигimiz 4, 5 biрлигimiz 5, яғни 10 biрлигimiz 1 ондук, яғни 10га тең болот экен. Әр суретте барлығы неше шаршы бар? Мына жерде санасак, мынабыз 10, 1 ондук, 1 biрлик. 1 ондукка 1 бирликти кошотун болсок, бизде 11 чыгат экен. Мына жерде 1 ондук, 2 бирлик бар. 1 ондукка 2 бирликти кошсак 12 тең болот экен. Шаршыларды ондуктар менен сана. 2, 4, 6, 8, 10. Bir катарда 1 ондук бар экен. Канча катар бар экен бизде санап көрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 катар бар экен. Bir катарыбыз 1 ондуктан экен. Сонда бизде 6 ондугубуз бар экен. Көрейик. 1 ондугубуз бул 10га тең, 2 ондугубуз 20га тең, 3 ондугубуз 30га тең, 4 ондугубуз 40га тең, 5 ондугубуз 50ге тең, 6 ондугубуз 60га тең экен. Келеши 3-чү эсепте сандарды ата. Өлгө 3 ондук 8 бирлигimiz бул 38ге тең экен. 5 ондук 6 бирлигimiz 56га, 6 ондук 9 бирлигimiz 69га, 9 ондук 7 бирлигimiz 97ге, 7 ондук 8 бирлигimiz 78ге, 8 ондук 5 бирлигimiz 85ге, 41 бирлигimiz бул 41ге тең болот экен. Эки таңбалуу сандар ондуктар экинчи разряддын бирлиги. Мен бирликтердин биринчи разряддын бирлиги турады. Эки таңбалуу сандарды солдан оңга карай окуйду. Алдымен сандын ондуктары, содан соң бирликтери аталады. Төртүнчү эсепте әр суретте канча зат бар? Биринчи китаптарды санайык. 2, 4, 6, 8, 10. Яғни 1 ондугубуз бар экен. Ал калган 2 китап бар экен. 1 ондукка 2 бирликти кошотун болсок, бизде 12 чыгат экен. Келесі карандаштарды көрейик. 2, 4, 6, 8, 10. Яғни 1 ондуктур. 1 ондук дегенimiz ол 10га тең экен. Келесі карандаштарымыз 2, 4, 6, 8, 10. 1 ондук, одан кейін 1 бирлик бар. 1 ондукка 1 бирликти кошсак, бизде 11ге тең болот экен. 5-нчи эсепте 20дан баштап 40ка дейин bir-birden коса отуруп сана. Келесиде 30дан баштап 10га дейин bir-birden азайта отуруп сана. Үчүнчүсүндө 20 bir-birden коса отуруп дейди. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Экинчи эсепте 30дан баштап 10га дейин bir-birden азайта отуруп дейди. 30, 29 азайып жатыр, балдар. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Яғни осылай азайта отырып, біз 10ға дейін санаймыз. 6-нчы эсепте қалып қойған сандарды ата дейді.
50 бірлігіміз 50, 51 бірлігіміз 51, 52 бірлігіміз 52, 53 бірлігіміз 53, 54 бірлігіміз 54, 55 бірлігіміз 55, 56 бірлігіміз 56, 57 бірлігіміз 57, 58 бірлігіміз 58, 59 бірлігіміз 59, 60 бірлігіміз 60, 61 бірлігіміз 61, 62 бірлігіміз 62, 63 бірлігіміз 63, 64 бірлігіміз 64, 65 бірлігіміз 65, 66 бірлігіміз 66, 67 бірлігіміз 67, 68 бірлігіміз 68, 69 бірлігіміз 69, 70 бірлігіміз 70. Келесі есепте 10 ондығымыз 100, 9 ондығымыз 90, 8 ондығымыз 80, 7 ондығымыз 70, 6 ондығымыз 60, 5 ондығымыз 50, 4 ондығымыз 40, 3 ондығымыз 30, 2 ондығымыз 20, 1 ондығымыз 10. Жауабы 15-ке тең мысалдарды ғана жаз дейді. 16-ға 3-ті қосса 19. Бұл жауап дұрыс емес. 19-дан 4-ті алсақ 15. Жауабымыз дұрыс. 19-дан 2-ні алсақ 17. Жауабымыз дұрыс емес. 12, 2-ні қоссақ 14, 13-ке 2-ні қоссақ 15. Жауабы 15-ке тең 2 мысал ғана болады екен. 8-ші есепте 70-тен 80-ге дейінгі сандарды өсу ретімен жаз. 40-тан 30-ға дейінгі сандарды кему ретімен жаз. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. 9-ші есепте сандарды ата. 73, 37, 77, 33. Осы сандарды жазу үшін неше цифр қажет болды? Бізде 2 цифр қажет болды, 3 және 7. Әр санның жазылуында 3 және 7 цифрларын нені білдіреді? Бірінші санда 7 цифрымыз ондықты, екінші санда бірлікті, үшінші санда ондықты да бірлікті де білдіреді. Төртінші санда ондықты да және бірлікті де білдіреді. Санның әрбір цифры белгілі бір орынға, яғни позицияға ие, оны разряд деп атайды. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық.